Достар, жазып жатқан комменттарыңыз үшін рахмет. Біздер сіздерді сыйлаймыз. Қолдарыңызды ерінбей былай жазып, уақыттарыңызды кетіріп біздерге комментариялар қалдырып жатсыздар. Қолдан келгенше жауаптарын жазып жатырмыз. Барлығыңызды сыйлаймыз. Барлығыңызға рахмет, достар. Енді қараңыздар, бұдан былай біздердің жұмысымыз IT жағына қарап кетеді ғой. Енді соған байланысты IT технологияларының кішігірім термин сөздеріне бір түсіндіріп өтіп барамыз, достар. Мысал үшін қазіргі уақытта қарасақ, қарапайым әлі Google аккаунт, Google поштаның не екенін білмейтін нелер бар, қазіргі уақытта адамдар бар. Соларды енді айтып жатырмыз ғой, біздер өзімізді көріп жатырмыз IT салада бұдан былай. Енді біздердің достарымыз бар, қарап жүрген студенттеріміз бар, оларға термин сөздерді ақырындап үйретіп баратын боламыз. Бүгінден бастап бірінші сөзіміз сервер деген не? Қарапайым ауылдың тілінде түсіндіруге әрекет етем, ауырластырмаймын, достар. Әрдайымда мен солай түсіндіріп келгем. Қараңыздар, сервер деген бұл 24 сағат тоққа тығылып тұратын, мына персоналный компьютер бар ғой, системный блок, процессор. Сондайдың мощный түрі, соған қарағанда 500-1000 рет тез істейді ол. Достар, ол 24 сағат тоққа тығылып тұрады. Себебі біздер сайтты ашып жатқан уақытты ол тікелей серверге барады запрос. Біздер клавишті бастық сайтқа адреске кіріп баратырған уақытта уже серверге запрос кетеді. Сервердегі папкадағы файлдар ашылады, достар. Сервер ол 24 сағат тоққа тығылып тұрмаса, ол компьютер сайт ашылмай қалады. Енді қараңыздар, егер оны біздердің компьютерда да ашса болады серверді. Бірақ ол біздердің компьютер ауыр көтере алмай қалуы мүмкін. Оның үстіне жаңағындай мұздай жерлерде тұру керек, 24 сағат тоққа тығылып тұру керек, көтере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан біздер оны арнайы компанияларға, сервері бар компанияларға береміз, достар. Сервер болу үшін үлкен сізде программа болса, үлкен сонда массив адамдар кіретін нелер болса, қолдануыңызға болады. Оны бірақ қазіргі уақытта 500-1000 адам болса да арнайы компанияларға беріп қойған абзал оны, достар. Сервер деген қарапайым сол тоққа тығылып тұратын 24 сағаттық компьютер. Ол файлдарды сақтайды. Үлкен мегабайт бар ішінде. Мегабайттар таусылмайды, қосып бара береді. Мұздай жерде сақталынады, себебі қызып кетеді. Сонша массовый запрос барады. Осындай сервер қарапайым түрде түсіндіргенде, достар.